Мына Сара деген қыз 1862 жылы мына Уильям Винчестер дегенге тұрмысқа шығады. Бұл Уильям Винчестер қару-жарақты ойлап тапқан Оливер Винчестердің жалғыз ұлы. Оливер Винчестер мен баласы екеуі үлкен қару-жарақ компаниясын басқарған өте бай болған. 1866 жылы бұл Сара қыз туады, бірақ ол қызы белок жетіспегеннен 2 айында қайтыс болып кетеді. Одан қатты депрессияға түскен Сара одан кейін көтермейді. 1880 жылы мына Уильямның әкесі Оливер Винчестер қайтыс болады. Оның артынша бір жылдан кейін мына Уильям Винчестер да туберкулездан қайтыс болады. Ондай жағдайды көтере алмаған Сара Винчестер медиумға барады. Медиумда күйеуінің духын шақыртады. Күйеуінің рухын шақырған медиум айтады, что сендерді қарғыс атқан, өйткені қару-жарақ ойлап тапқан, сол қару-жарақтан өлген қаншама жаны жай таппаған рухтар тыныштық бермеген деген сияқты қарғыс атқан семья деп айтады. Сара Винчестерге айтады, саған да қауіп төніп тұр дейді. Ол қауіптен құтылу үшін бұл қаладан кетіп, күншығыс жаққа барып дейді, үй алып, үй соқ дейді. Үйді дейді, өлгенге дейін жаңағыдегі анау не бар ғой, балғаның дауысы өшпесін дейді. Күні түні соғылсын үй дейді. Сонымен Сара Калифорния штатына көшіп кетеді. Сол жақтан үлкен учаскесімен бір үйді сатып алып, сол жерде үй соға бастайды. Үйдің планын өзі сызып отырады постоянно. Жұмыскерлер күні түні жұмыс істейді, айлықты 2 еселеп беріп отырады. Бүкіл Винчестер компаниясынан түсіп отырған ақшаны осы үйді құруға жұмсайды. Бұл үйді лабиринт қып соғады, 160 комнатасы болады. Барлық лесенсаны 13-тен, 13 ванна деген сияқты солай көп нәрсені бәрін 13-13-тен істейді. Сосын бір есіктер болады, ашып қалсаң далаға шығатын 4-ші этаждан есік далаға. Ол жерде секіріп кетпейді ғой ешкім. Соған қарап, бұл үйді призрактерге арнап соқты дейді. Призрактер мені таппасын деп, күнде әртүрлі комнатаға ұйықтайтын болған. 160 комната бар. Даже жұмыскерлері де, служанкалары да білмейтін болған қай комнатаға ұйықтайтынын. Негізі 7 этаж қылып соққан, бірақ жер қимылдағанда 3 этажы құлап қалып, Сара Винчестер тоқтатыңдар, төбені жабыңдар деп, басқа жұмысқа кірсіңдер деп айтқан. Стройка Сара өлгенге дейін жалғасқан. Одан кейін Сара бүкіл байлығының бәрін несіне племянницасына қалдырып, бірақ мына үйді ешкімге жазбаған. Бұл үйді сатып алған адам музей жасап қойған. Мына үй Австралияда музейге айналған ең қорқынышты үйлердің бірі. Бұл үй 19 ғасырдың аяғында соғылған, семья Кроули соққан өздері. Мына кісі мистер Кроули үй соғып біткеннен кейін үлкен семьясымен сол үйде тұра бастайды. Бастапқы айда еш нәрсе болмайды, бірақ кейін тылсым бір дүниелер бола бастайды. Яғни үйде әртүрлі дыбыстар, балдарды арыда берде лақтырып жібереді екен. Служанкаларын үй тазалау үшін 2-ші этажда балконда тұрған кезде артынан біреу итергендей терезе емес балкондан секіріп кетеді. Сонымен ол үйде 7 адам қайтыс болады. Сол 7-нің ішінде біреуі осы мистер Кроули загадочный жолмен бұл да қайтыс болады. Бұл кісі қайтыс болған соң әйелі жынды болып қалып, бір бөлмеде үлкен особняктың бірақ бөлмесінде тұрып 23 жыл бойы Библия оқи береді. Өлгенге дейін Библия оқып, сол үйде әйелі де қайтыс болады. Ол особнякты кейін бір кісі сатып алған екен. Ол кісі де өзінің төсегінде ұйықтап жатқанда матрасы өртеніп кетіп, ана кісі де өртеніп кетеді. Сонымен ол үйді ешкім алмай қояды. Енді проклятый дом деген сияқты қазіргі таңда музейге арналған екен. И керемет музей қып жасап қойған ішін. Музейге барған адамдар айтады, что іші настолько қап-қара аура дейді, заттар өзінен өзі қимылдайды дейді, кәдімгідей елестердің бар екенін сезінесің дейді, тылсым күштің бар екенін сезесің дейді. Мына Нью-Йорктағы үйде 1974 жылы үлкен бір семья тұрған. Сол семьяның үлкен баласы бүкіл семьяны өлтіріп қойған. Әке-шешесін, 2 қарындасын, 2 інісін. Полицияларға сразу мен өлтірдім деп айтқан. Не үшін өлтірдің десе, миымда 1 ай бойы дауыстар қоймады, өлтір деп айтқан.
бұл үйді зловеще проклятый дом деп айтқан, бірақ оның сөзіне ешкім көңіл бөлмеген, психически больной деп. Бірақ бір жылдан кейін басқа бір семья бұл үйді сатып алып көшіп келген кезде, бір айдан кейін бұл жерден кетеміз, бекер сатып алдық деген. Өйткені бұл жерде әртүрлі дауыстар естіледі екен, паранормальный явление болады екен, призрактар жүреді екен. Сондықтан олар бір ай өтпей көшіп кетеді. Қазіргі таңда бұл үйде осы уақытқа дейін қаншама бір ужас кинолар түсірілген екен. Қазір музейге айналған екен. Даже барып көргісі келген адамдар суретке түсірген кезде бір суреттерде призрактар түсіп қалған суретке. Мына бір туристің фотосында мынандай призрак суретке түсіп қалған. Бұл ол жерде ешқандай кішкентай бала болмады дейді, тек қана үлкен кісілер болған. И то туристер өте аз болған, и сол ешкім жоқ жерде осындай суретке түсіп қалған. Киіміне қарасаңыздар пижама сияқты, пижамамен туристер по-любому жүрмейді. Біріншіден, екіншіден, ешкім кішкентай баланы ондай жерге алып бармайды. Сол жердегі жителдер кешкісін дауыстар естіледі деп айтады екен. Сосын анау терезелеріне қарағанда қара көлеңке тиындар көрінеді екен призрактардың. Мына фотоны көрген сол жердің тұрғындары, көрші, сол районның тұрғындары бұл баланы өлтірілген баланың бірі деп айтқан. Осы жағдайға ұқсайтын Россияда бір история бар, экзорцистің әңгімесі. Енді қатты келмесе де, осы бір жағдайға қатты ұқсайтын. Келесі видеода айтам, оны мына видеоға сыймайды ол. Фильм «Заклятие» болған оқиға бойынша түсірілген, соның шын болған оқиғасын мен сіздерге айтып берейін. Мына семья Перонов деген бір фермадағы үйге көшіп келеді. Бұл фермада алдын баяғыда 1844 жылы Батшеба Шерман деген ведьма тұрған екен, күйеуімен бірге. Күйеуі фермерствомен айналысқан, әйел үйде бала қарап отырған. Көршілерінің айту бойынша Батшеба настоящий ведьма болған екен, ол бір кішкентай баланы басына ине тығып өлтіріп, сатанаға пожертвовать еткен екен. Батшеба аяқ қолы тартылып параличтен өледі, өлген кезде денесі өте қатты кәдімгі тас болып қалған дейді. Оның могиласы әлі күнге дейін бар екен, туристер көруге болады дейді. Міне мынау могиласы. Сонымен не керек, сол фермадағы үйге мына семья Перонов көшіп келеді ғой. Көшіп келген күннен бастап әртүрлі құбылыстар байқалады. Есіктер ашылып жабылып, терезе ашылып жабылып, балдар ұйықтаған кезде маңдайынан біреулер кеп сүйеді екен. Балдар уже настолько олардың иісін ажырата білген. Аяқтарынан тартады екен, көрпесін жабады деген сияқты әртүрлі құбылыстар бола береді. Ең жаман құбылыс Батшебаның рухы келген кезде басталады. Оның рухы келіп, мына әйелінің бойына кіреді. Яғни мына 5 қыздың анасы одержимый болып қалады, ішіне шыңғырып кеткен болады. Сонымен бұның күйеуі экзорцистер шақырады. Семья Воронов деген, әйелі медиум, күйеуі экзорцист. Міне мынау семья Воронов ана әйелдің бойындағы жынды шығарғысы келеді ғой, бірақ ана әйел қатты андай әртүрлі құбылыстар болып столға отырғызып байлап қояды ғой, стол көтеріліп кетіп, ана әйел қатты қиналып қалады. Сонымен оның күйеуі әйелім өліп қала ма деп ойлап, мыналарды үйінен қуып жібереді, керек емес, оқымай-ақ қойыңдар деп. Көп ужас кинолар мына осы екеуінің рассказдарымен, историяларымен, өздерінің мыналардың басынан өткен жағдаймен түсірілген. Осы «Заклятие» деген кинода осы екі кісінің айтуы бойынша түсірілген. Сонымен не керек, бұл семья Перонов көшіп кетейін десе ақшалары болмайды. Сонымен 1980 жылға дейін сол үйде тұрады. Мына әйелі қатты азып, ауру болып қалады. И әйел айтады, егер тағы да бір қыз өмір сүрсек, бұл жерде мен я не выдержу дейді. Сонымен бұлар кішкене ақша жинап көшіп кетеді 1980 жылы. Оказывается, Батшеба өлгеннен кейін бұл фермада көп жағдайлар болған екен. Самоубийство да болған екен, біреулерді өлтіріп кету, суға батып кету, 11 жасар қызды өлтіріп кету деген сияқты қаншама өлім болған екен. Сонымен осы история бойынша «Заклятие 1» деген кино түсірілген. Келесі видеода мына семья Вороновтың келесі оқиғасын айтамын. Семья Вороновтың келесі оқиғасы кукла Аннабель туралы. Бұл жөнінде киносы да бар, «Проклятие Аннабель» деген. Мынау фарфорный кукла кинодағы персонаж просто. А шын өмірдегі кукла мынандай болған ғой, добрый, такой невинный кукла болған ғой, тряпочный еще.
Бұл тряпочный кукланы Донна деген қыздың мамасы секонд-хендтан сатып алып, қызына подарок етеді. Студент қызы басқа қалада, оқитын қаласында өзінің подружкасымен бір квартираны жалдап тұрады. Мамасының сыйлаған подаркасы қатты ұнап, бұл кукланы өзімен әкетеді қыз. Бұл кукланың бір түрлі екенін Доннаның подружкасы және бірге тұрып атқан студент қыз байқайды. Айтады, куклаң ана жерде тұрса, то орындарын ауыстырып жатыр деп айтады. Бірақ Донна оған сенгісі келмейді. Бір күні үйіне кіріп қалса, мына кукла тұрып тұрғанын көреді аяқпен. Бұл өзі маталы кукла ғой, бұл тұрып тұра алмау керек та, бұл тұрып тұрғанын көреді. Үйдің ішінен пергамент қағазға көмектесіңдер деген жазулар тауып алады. Жазуға қараса, кішкентай баланың почеркісімен жазылған екен. Кукланы комнатаға қамап кетсе де, ана комнатадан шығып ала береді ғой кукла. Мына кукладан қорыққан екі қыз медиум шақырады. Вороновты емес, басқа медиум шақырады. Ол медиум айтады, бұл кукланың ішінде 7 жасар қыздың духы бар. Ол авариядан қайтыс болған екен. И бұл қыз духы сұрап жатыр, осы кукланың ішінде қала берейінші, сендермен тұра берейінші деп сұрап жатыр дейді. И қыздар жаны ашып, ана кішкентай қыз ғой 7 жасар, бізге не сейіттейсіңдер деп рұқсат береді. Қорқыныштың бәрі алда екен. Донна деген қыздың жігіті осы Доннаның несіне, квартирасына келіп тұрады. И түнде ұйықтаған кезде жігіт түнде бастырылып оянады. Оянып кетсе, кукла Анабель үстінде отырып, оны қылқындырып жатыр екен. Бала талып қалады. Сөйтіп азында тұрған кезде түсім болған шығар деп ойлайды. Күндіз ол жігіт кукланың жерде жатқанын көреді, алып, көтеріп алып көрейін деген кезде көкірегін тырнап алады. Түсінбей қалады, қас қағым сәтте болады, көкірегіне қарса көкірегі қанап атады. Кукланың қолы, ол тряпочный, ешқандай тырнақ жоқ, бірақ қан болып тұрады кукланың қолы. Содан кейін медиум шақырайық деп қызына және Доннаға айтады. Сөйтіп Донна екеуі қайтадан медиум уже Семья Вороновты шақырады. Семья Воронов сразу айтады, бұл кукланың ішінде 7 жасар қыздың духы емес, дьяволдың духы бар деп, что бұл кукладан тезірек құтылу керек деп айтады. Семья Воронов музейлеріне апарып, мына стеклянный ящикке салып, 10 заклинание оқып, печатать етіп тастайды осы ящиктің ішіне. Біраз жылдардан кейін бұл музейді көруге келген бір мотоциклист стеклоны ұрып мазақтайды ғой кукланы, андай невинный кукла деген сияқты. Сол мотоциклист музейден шыққаннан кейін авария болып қайтыс болады. Бұл музей әлі күнге дейін бар, и кукла Анабель сол музейде тұр.